Саламатсыздар ма? Жақсы. Бүгін сабақта кім жоқ балалар? Бүгін сабақта Ержігіт, Атина, Ерман жоқ. Дәлелді ма? Дәлелді. Сабағымызды бастамас бұрын ынтымақтастық атмосферасын орнатып алу үшін экранға назар аударайық. Түгел барлығымыз экранға назар аудара қояйық, иә? Мен сендерге балалар тілерім, сенім, күш, білім, жарық, арман, достық, үміт, шабыт, жақсылық, мейірім, табыс, жылулық, қуаныш, талап, ақыл, батылдық, сабыр, шаттық, терең ой, қуат, жеңіс, мақсат, қайрат және жетістік тілеймін балалар сіздерге. Жақсылар, қазан айының дәйек сөзі қандай? Тәуелсіздік және отаншылдық, иә? Ал осы аптаның, яғни қазан айының соңғы аптасының дәйек сөзі отанды сүю отбасынан басталады балалар, дұрыс айтасыздар. Біздің ең кішкентай отанымыз не? Отбасымыздағы мүшелерімізді не істеуіміз керек? Сыйлауымыз керек, ата-анамызды құрметтеуіміз керек, бауырларымызды істеуіміз керек, қамқорлық жасауымыз керек. Жақсы, өте жақсы. Олай болса, біздерге үйге берілген тапсырмамыз қандай еді? Я? Қазақстан жартастарға салынған ежелгі суреттері. Ежелгі суреттер. Қазақстанның жартастарға салынған ежелгі суреттері. Олай болса, ежелгі сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Мен сіздерді балалар бүгін ерекше есімдермен топтарымызды не істеп қойдым? Бөліп қойдым, да? Магия, анимизм және тотемизм. Балалар бері қарай, бұл сөздер бізге таныс па? Біз оны қай жерден естідік? Бесінші сыныптың дүние жүзі тарихы пәнінен біздер не істедік онымен? Таныстық. Үйге берілген тапсырма бойынша біз Қазақстанда жартастарға салынған ежелгі суреттердің бірінші сағатын естедік, өттік. Сол бірінші сабағы бойынша оюлы қалқандарды ашу арқылы үй тапсырмасына жауап береміз. Келе ғой. Біреуін аша ғой. Пиктография дегеніміз не? Пиктография дегеніміз не? Пиктография ол жартастарға салынған әр суреттер. Мысалы, жартастарға салынған мамонттардың, бұғылардың суреттері. солай ма балдар? Солай емес. Жауап береді. Пиктография дегеніміз суреттерді жазу. Суретті жазу. Дұрыс айтасыздар. Таңбалар арқылы жазу. Жақсы, ашылады. Петроглиф дегенімізді Петроглиф дегеніміз жартастарға салынған суреттер. Мысалы, оларда әртүрлі суреттер болуы мүмкін. Олар күнбасты адам, арба жегілген ат, тағы басқа суреттері салынған. Өте жақсы. Келесі. Нұрхат жауап берші. Петроглифтерде көбінесе кімдер қандай көріністер бейнеленген? Жауап бересіз. Ол жерде арбалардың сүйретілген, жылқылардың тиелген, күнбасты адамның және басқа да суреттер бейнеленген. Дұрыс айтасың. Мен аша берейін. Келесі сұрақ бойынша жақсы. Нұрбат жалғастыра ғой. Жарларға таспен қашап салған Дұрыс айтасың. үңгілердің ішіне өздерінің не істегендерін салған. Дұрыс айтасың. Яғни тастарды қашау арқылы салған. Келесі сұрақ бойынша тастағы суреттер алғашқы адамдардың дүние танымы туралы қандай ақпарат береді? Дүние танымы туралы қандай ақпарат береді? Мұсlim айтшы. Қандай ақпарат береді? Олардың қалай өмір Иә. Олардың
Nurhat javob bera bosh. Олардың қалай өмір сүргенін, кімге табынғанын, құдайлары кім екенін айтып кетемін. Жақсы. Олардың әртүрлі қандай іспен айналысқандарын, олардың қандай шаруашылықпен айналысқандарын, олардың кімге бағынғанын білеміз. Тамғалыда қанша сурет бар? Қол көтер жауап берейік. Айта ғой, қанша? Тамғалы петроглифтерде 5000-ден астам әртүрлі петроглифтер бар. Тамғалы әлемдік мұралар тізіміне қашан енгізілді? Қашан енгізілді? Айжұлдыз. 2004 жылы әлемдік мұралар тізіміне. Балалар, мен сіздерді мына бағалау парағы бойынша әрбір тапсырма орындағанда бағалап отырамын, иә? Бұл жерде барлық сіздерге үй тапсырмасы бойынша 1 ұпай беріледі. Мен сол үй тапсырмасы бойынша қатысқан оқушыларды бағалап өтейін. Бұл жерде Нұрмұханға 1 ұпай берем. Мұрат Нұрмұхан. Әділет. Құдай берген Әділетке 1 ұпай. Айкөркем сұрақтарға жауап бере алмай қалды. Нұраят кішкене тоқтап қалды. Екінші топта бұл жерде кім? Айназ 1 ұпай толық алады. Санжар. Сержан. Санжар деп қатысып отыр. Хамза жауап берді ғой сосын. Хамза. 1 ұпай. Үшінші топ бойынша Мұратұлы Нұрхат 1 ұпай. Нұрболат жауап берді, 1 ұпай алады. Раяна жауап берді. Жақсы. Бұл үй тапсырмасы бойынша сіздердің ұпай сандарыңыз. Балалар, біздер өткен сабақта сіздерге өз петроглифтеріңізді салуды тапсырдым, иә? Және оны сабақтың үстінде орындап, мен сіздердің петроглифтеріңізді соткама суретке істеп алдым. Енді біз осы тағы да өзіміздің жаңа сабағымызды ашу үшін сіздерге қызықты бейне ролик көрсетеміз. Соны ары қарай тамашалаңыздар. Шалыс тұрамыз ба? Балдарды эмоциялар түсіріп қояйық. Күн басты адам. Адамдар тобыры. Мынау етті жануар, жылқы. Күн басты адам шықты аянда. Ажылдыдан да күн басты адам. Үйіне сүре шықты, я? Ендеше балдар, сабағымыздың тақырыбы біздің тағы да қандай болмақ? Қазақстанға салынған ежелгі суреттердің біз неше сағат өтеміз? Өтеміз. Өзіңіз өте қызықты және құнды тақырыппен әрі қарай танысыңыз. Қазақстан жеріндегі жартастарға салынған ежелгі суреттер, яғни петроглифтер. Жақсы. Дұрыс таптыңыздар балалар, жаңа сабақтың тақырыбын. Ары қарай жаңа сабақты біз одан әрі түсініп
алу үшін шағын бейне үзікке назар аудара қойыңыздар. Ескерткіштерді сипаттау. Осы екі оқу мақсаты бойынша біздің зерттеу сұрағымыз шығады. Зерттеу сұрағымыз, балалар, тасқа салынған суреттер ежелгі адамдардың дүние танымын қалай бейнелейді. Тақырыпты жазып аламыз керек. Дәптерімізге жазып алып балалар. Жақсы. Ежелгі адамдар суретті қайда салған? Суреттерді не себепті жантастарға салған? Ежелгі адамдар сурет салуға нені пайдаланған? Еліміздің қай өңірінде петроглифтер көп кездеседі? Осы берілген сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Ежелгі адамдар суретті қайда салған? Ежелгі адамдар суреттерін жартастарға және үңгір қабырғаларына салған. Олар сурет салар кезде тастың тегістігі мен күнге төзімділігіне ерекше мән берген екен. Суреттерді жартастарға не себепті салған? Ежелгі адамдар қоршаған орта туралы түсініктерін жартастарға суреттер салу арқылы білдірген. Ежелгі адамдар сурет салуға нені пайдаланған? Ежелгі адамдар сурет салу үшін көбінесе ағаш көмірін және жосаны, оқыры пайдаланған. Петроглифтерде адамдар нені бейнелеген? Жануарларды, аң аулау сәттерін, құрбандық шалу рәсімін бейнелеген. Балалар, біз жалпы бірнеше археологиялық ескерткіштермен біз алдыңғы сабақта таныстық, иә балалар? Енді біздер Қаратау жерінде археологиялық ескерткіштермен таныстық. Енді ол жерде нелер бейнеленген? Мына жерде суреттерден қарап отырғанымыздай, аңдар, хайуанаттар, байлық пен күштің символын білдіретін түйе кескіні бар. Мына жерде бар ма түйенің кескіні көрсетілген? Аңшылық көріністері, тау-теке, ит қосу әдістері, аңға шығу, батырлардың жекпе-жегі осы Қаратаудағы петроглифтердің ішінде осы бейнелер көптеп кездеседі екен балалар. Енді біздер ана сіздерге айтып кеткендей топтарыңызды ерекше қылып қойдым, иә? Біз білеміз фетишизм дегеніміз не екенін, жалпы сіздер танысыздар. Фетишизм дегеніміз не еді? Жансыз заттарға сүйенуді айтасыз, Енді біздердің тобымыздың бір аты ортада анимизм. Анимизм дегеніміз не еді? Яғни бұл деп отырғанымыз белгілі бір заттардың, яғни заттық дүние құбылыстарының жандығын, жаны бар деп білдіреді. Яғни мысалы адам қайтыс болғанмен ежелгі дүние түсінік бойынша олардың өмір сүреді деген түсінік қалыптасқан, Ондай біздерде осындай наным сенім бар ма осы күнге дейін жеткен сіздерде? Қандай рәсімдер жасаймыз біз осы ежелгі адамдардың рухы үшін? Құрбандық шаламыз, немесе 5-ші күн сайын жұма күні біз не істейміз? Яғни еш шығарамыз, балаларда осы ежелгі біздер сол кезде сол ежелгі адамдардан бізге қалған қандай наным сенім анимизм түсініп отырмыз ғой? Тотемизм дегеніміз ол тотем деген сөз, түбірі, ол ежелгі адамдардың өздерінің шығу тегін жан-жануарларға, немесе құстарға тимеуі. Мысалға біз қазақ халқы деп, немесе түркі халқы өзінің шығу тегін немен байланыстырады? Көк бөріге, яғни қасқырға байланыстырамыз. Яғни ол тотем ба? Қасқыр түркі әлемінің тотемі, яғни өздері шығу тегін жануарларға байланыстыру. Магия дегенде сіздер білесіздер деп ойлаймын. Магия дегеніміз оның сөзі сиқыр. Сиқырлау. Енді ежелгі рулық қауым кезінде осы магияны біз қандай әрекетте көреміз дедік? Аңғарларға аңшылық жасамастан бұрын адамдар жануардың суретін салып, жерге жануардың суретін салып, оған қаруларын лақтырған. Яғни оның түпкі мәні олжамыз көп болсын деген мағынада осындай әрекет жасайтын болған. Яғни ол жануарды не істейді? Сиқырлап жатыр деген сөз. Түсіндік қой, балалар? Осы өткен тақырыбымыз бойынша тапсырмаларға өте біз. Тапсырма бізде топтық жұмыс. Топтық жұмыстың дескрипторы Тамғалы, Ешкөлмес және Қаратау петроглифтерінің орналасқан жерін атайды.
тамғалы, ешкөлмес және Қаратау петроглифтерінің хронологиялық кезеңін ажыратады. Тамғалы, ешкөлмес және Қаратау петроглифтерінде бейнеленген суреттерді және маңызды сипаттамасын біледі. Иә, айта бер, бірінші, ешкөлмес. Ешкөлмес орналасқан жері Жетісу, Талдықорған маңдары. Ешкөлмес кезеңі қола дәуірі, ерте темір дәуірі. Ең көп кездесетін суретшілер сипаттамасы аңшылық, соғыс көріністері, арба мен түйелер, тағы басқа суреттер. Жақсы, өте жақсы, отыра қойыңыздар. Жақсы, түсіндіре қойыңыздар. Жегіз. Қаратау ескерткіштер орналасқан жері оңтүстік Қазақстан. Кезеңі қола дәуірі мен ерте темір дәуірі. Ең көп кездесетін суреттердің сипаттамасы қазақ халқының ата бабаларының діни танымдығын көрсетеді. Топтық жұмыс бойынша сіздерді бағалап жіберейін. Бірінші топта бізде Мұстафа Нұраят, үш ұпай, одан кейін Мұрат Нұрмұхан, үш ұпай берем. Одан кейін екінші топта Айназ, үш ұпай толығымен. Мейрамбек қызы Адина, үш ұпай, жақсы қорғап шыққан. Үшінші топ бойынша Айжұлдыз, Дүйсенғали Айжұлдыз, үш ұпай. Кімет атын? Әселді? Каусар. Үш ұпай. Одан кейін сабаққа қатысып отырған Нұрхатты. Мұратұлы Нұрхатты екі ұпаймен бағалайын. Топқа атсалысып отыр. Бұл екінші біздердегі жұмыс бойынша. Жұптық жұмыс балалар. Келесі тапсырма жұптық жұмыс. Сіздердің алдарыңызда мен қазір мына суреттерде берілген сұрақтарға жауап беруді өтінемін. Сіздер жұптарыңызбен жұптаса қойыңыздар. Шағат тілі бойынша екеуіңізге, иә? Үшеуін. Үшеуін жұптаса қойыңыздар. Қазір мен айтам, ашпай тұра тұрыңдар. Екеуіне
Üçü tasavvur. Енді балалар қолымыздағы суретті біріктіріп көрейікші. Мына суретті біріктіріп көргенде қандай бейне шығып тұр балалар? Яғни күнбасты адам бейнесі. Бұл біздегі қай жерде көреміз осы күнбасты адам біздегі? Қазақстан жерінде қай жерде? Көбіне күнбасты адам бейнеленген, иә балалар? Күнбасты адам ежелгі дүниежүзілік бойынша қандай мәні бар? Яғни күнбасты адамды ежелгі адамда құдай ретінде табынған, иә балалар? Жақсы. Осының ішінде енді сіздерге жұптық тапсырмалар беріліп отыр. Орындаймыз ба? Орындаймыз. Ал. Неліктен ежелгі адамдар сурет салу арқылы аң аулауды табысқа жетеміз деп сенген. Адамдар жерге аңның суретін салып, үстіне қару-жарақтарды қойған. Сол арқылы олар аңды сиқырлап табысқа жетеміз деп ойлаған. Келесі сұрақ Муслима. Петроглифте магиялық көріністердің мақсаты не болған? Магиялық көріністердің маңызы не болған? Сондықтан оны не деп ойлағансыз? Қазіргі қазақ мәдениетінде көтеменің ізі бар ма? Мысалы, бүркіт, тұлпар, көкбөрі, бейнелері бар. Петележдің арасында байланыс бар ма? Магия мен петележдің арасында магия дегеніміз ежелгі адамдар аңдардың жерде аңның суретін салып қару-жарақтарын лақтырған. Фетишизм. Француз. Адамдар тез аттарға ерекше күш көрді. Неге сенген? Өйткені олар адамдарға өздерінің жылуын, жарығын, яғни өздерінің бар күшін береді. Сондықтан адамдар оларды өздерінің құдайындай санаған. Петроглифтерде бұл сенен қалай көрініс тапқан деп ойлайсыздар? Петроглифте бұл сенің қалай бейнеленген? Мысалға, сіздер қолдарыңыздағы оның түсінігі мәні? Құдай деп санаған. Магия дегеніміз сиқырлау, жартастарға салынған суреттерді сиқырлау. Қазіргі өмірде магия сенім бар ма? Қазіргі өмірде магия сенім жоқ, бірақ ежелгі ғасырда болған. Сенім дегеніміз ол жансыз заттарға сену, мысалы ағаш, құмар заттар, тас заттарға сену. Ол сенім петроглифтерде қалай бейнеленген? Балдар, жұптық жұмыс бойынша бірінші топта жақсы жауап берген, Құдай берген әділетке 2 ұпай қоям. Одан кейін Нұрмұхан Мұратұлы 2 ұпай қоям, 3 ұпайдың Мұратұлы Нұраятқа 3 ұпай қояйын. Бірінші топ бойынша Мадияр жауап берді, жақсы. Алдамыз Мадияр 3 қояйын. Келесі Әсел мен Айкөркем. Әселге 1 ұпай қоям. Айкөркемге 2 ұпай қояйын. Келесі екінші топ бойынша Айнұр 2 ұпай қоям. Одан кейін Хамза 2 ұпай берем. Сержан 3 ұпай берейін. Даниялға 2 ұпай берем. Одан кейін Айнас 3 ұпай. Екінші топта тағы кім бар еді? Саятқа 2 ұпай берейін. Сержан бар. Сержанға қойдым. Мейрамбек қызы да? Мейрамбек қызы Айжанаға 2 ұпай қоям. Үшінші топ бойынша Дүйсенғали Айжұлдыз жақсы жауап берді, 3 ұпай. Раяна айтылды. Камила не бет? Серік қайды Раяна 3 ұпай берейін. Мұрат ұлы Нұрхат
3 ұпай. Осы ұпайлар жібереді. Жақсы, болды. Келесі біздің тапсырмамыз балалар, жеке жұмыс. Жеке жұмыста сіздердің алдарыңызда өздеріңіздің жұмыс дәптерлеріңіз бар, қазір оны айтамын. Сол жұмыс дәптеріңізде тапсырма берілген, дескриптор бойынша сөздің анықтамасын табасыздар, суретте не бейнеленгенін анықтайсыздар, және сөз жұмбақты шешесіздер. Ашам 11-ші бет, жұмыс дәптеріңізде 11-ші бет ашамыз. Жұмыс дәптеріңізден 11-ші бетті ашайық. Құрылысын байланыстырған күн ежелгі дерек Оқыш, бірінші тапсырма бойынша. суреттер бәрі фотография. Иә, дұрыс. Кітапқа салған суреттер фотография. Петровиктер, жақсы, өте жақсы. Одан кейін екінші тапсырма бойынша. Суретте бейнеленген, анықтаңдар. Не бейнеленген бірінші суретте? Адам, екінші суретте қандай бейнеленген? Арба. Яғни қандай арба? Арба түйе. Түйе арба. Жақсы. Келесі. Үшінші тапсырма бойынша сөз жұмбақ берілген. Бірінші сұрақ бойынша сөз жұмбақты оқыш, бірінші сұрағын оқыш. Бірінші сұрағын. Адамдардың шығу тегін жануарлармен немелі табиғат құбылыстарының байланыстарын сезініп түсініп. Қандай демейді? Екінші сұрақ. Жерлеу рәсіміне қолданылатын қызыл минералды бояу аты. Иә? Оха. Әрбір заттың жаны болатыны туралы сенім. Аниме. Жақсы. Алда шулама бір айтып қандай. Алғашқы қауым адам оның іс-әрекеті көрінісі және жаратылысы тыл күштерге сенімі магия. Екінші Раяна, бесінші сұрақ бойынша. Ежелгі адамдардың жаратылысқа сенімі фетилизм. Жақсы балалар, жеке жұмыс бойынша тапсырмаларыңыз өте тамаша, орындағансыздар, дұрыс және әдемі орындадыңыздар. Бағалаймын. Бірінші топта Нұрая 3 ұпай, одан кейін Нұрхат 3 ұпай, Әділет 3 ұпай берейін, Ербек Муслима орындап қоя 3 ұпай, Үмет Мұратұлы, Нұрмұхан орындады, Айкөркем 2 ұпай, Әсел кейбір орындамағансың да, Әсел? Жақсы. Екінші топ бойынша Сержан, Алпамыс Мадияр бірінші топта орындады ғой. Мен естемей кеттім де, сөйлемей кеттім. Жақсы. Келесі. Айназ 3 ұпай. Хамза қайда? Хамзаға 3 ұпай қояйын. Мейрамбек Адинабек 3 ұпай. Одан кейін. Мен фамилиян? Дәлел. Даниял. 3 ұпай. Саят 3 ұпай. Қойылды да, жақсы. Айжұлды, Дүйсенғали 3 ұпай. Раяна, Сенім Раяна 3 ұпай. Нұрболат 3 ұпай. Сосын Нұрхан 3 ұпай қойдым, жақсы. Жақсы балалар. Енді бүгін біз сабағымызды бекіту мақсатында сұрақтарға жауап береміз. Жалған Петрович ежелгі адамдар тасқа салған суреттері. Петроглифтер тек Еуропа елдерінде кездеседі. Мен белгілейінші. Жақсы балалар. Бүгін біз
сабағымызды аяқтаймыз. Енді сіздердің осы сабақтан қалай түсінгендеріңіз жөнінде бір лекцияға назар аударыңдар. Бүгінгі мына бағалау парағы бойынша сіздердің бүгінгі алған ұпай сандарыңызды есептеп жіберейік, иә? Айназ Айнұр 2 ұпаймен қалды, Алпамыс Мадияр 9 ұпай, Аманжол Хамза 6 ұпай, Сержан 7 ұпай, Даниял 6 ұпай, одан кейін Дүйсенбай Айназ толық 10 ұпайын иеленіп отыр, Айжұлдыз Дүйсенғали 9 ұпай, Муслима 3 ұпаймен қалды, Әділет 6 ұпай, Адина 8 ұпай, Нұрмұхан 6, 8, 9 ұпай, Мұратұлы Нұрхат 9 ұпай, Мұстафа Нұраят 9 ұпайын алып отыр, өте керемет. Одан кейін 7 ұпай Серік Раяна, Айкөткел Сүлеймен 5 ұпай, Саят 5 ұпаймен қалып отыр. Яғни жақсы бағаға бағаланған Айназ, Айжұлдыз, Құдайберген Әділет, Мейрамбекқызы Адина, Нұрмахан, Нұрхат және Нұраяқ деген балалар жақсы бағаға бағаланып отыр. Болды. Жақсы. Отырыңдар, отырыңдар. Жақсы отыра ғой, отырамыз. Жақсы отыра ғой. Балалар, енді сіздерге үй тапсырмасы. Тастағы суреттер негізінде алғашқы адамдардың өмірі туралы әңгіме құрастырып келесіңдер. 100-120 сөзден кем болмауы тиіс. Сабаққа қатысқандарыңа көп рахмет.